2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмек төлеудің жаңа тәсілдемелері жұмыс істей бастайды. Атаулы әлеуметтік көмек ашық, әділ және азаматтарды қам-қарекетсіз өмір сүрмей еңбек етуге ынталандыратын болады. 2019 жылғы 9 айдың ішінде кеңейтілген мүмкіндіктердің арқасында 415 мыңнан астам қазақстандық отбасыға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Бүгінгі таңда атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны 2 миллионнан асады. Атаулы әлеуметтік көмекті алушылардың қатарында 165 мыңнан астамы көп балалы ана және 1,5 миллионға жуығы бала. 2 жыл ішінде көмек алушылардың саны 20 есе өсті. Кеңейтілген мүмкіндіктердің арқасында аз қамтылған отбасылар, әсіресе көп балалы отбасылар мемлекет тарапынан нақты қолдауға ие болды. Екінші жағынан, заңсыз жәрдемақы алуды қосқанда 73 мыңнан аса заң бұзушылық фактілері анықталды. 155 миллион теңгеден астам қаражат мемлекет бюджетіне қайтарылды. Анықталған заң бұзушылықтардың нәтижесінде көмек мөлшері қысқартылып, кейбір жәрдемақылар уақытша тоқтатылды. Тіпті мүлдем алып тасталғандары да бар. Мұның бәрі теріс пайдаланушылық пен алаяқтық іс-әрекеттердің салдарынан болып отыр. Мемлекет тарапынан көрсетілетін көмек шынымен зәру азаматтарға жету үшін мұқтаждық пен пайда күнемдікті ажырата білген жөн. Міне, атаулы әлеуметтік көмек төлеудің жаңа тәсілдемелері дәл осы себепті енгізіледі. Олар қалай әрекет етеді? Біріншіден, көмек барлық көп балалы аналарға беріледі. Бұл орайда көмек мөлшері отбасындағы балалардың санына байланысты болады. Балалар неғұрлым көп болса, көрсетілетін көмек мөлшері де соғұрлым жоғары болмақ. Екіншіден, мемлекет еңбекке қабілетті азаматтарға жұмыс табуға көмектеседі. Егер атаулы әлеуметтік көмек алушылар еңбекке қабілетті бола тұра жұмыс істеуден бас тартса, онда олар және олардың отбасы мүшелері мемлекеттік көмектен айырылады. Үшіншіден, атаулы әлеуметтік көмек тағайындаудан бас тарту үшін отбасының материалдық жағдайын тексеру нәтижелері бойынша қажеттіліктің жоқтығы туралы учаскелік комиссияның қорытындысы негіз болады. Төртіншіден, балаларға арналған міндетті әлеуметтік пакет пайда болады. 6 жасқа дейінгі балаларға тамақ, гигиена заттары тегін беріледі. Ал 6 жастан 18 жасқа дейінгі балаларға мектептегі ыстық тамақ, мектеп жолақысы, мектеп формасы мен оқу құрал жабдықтары тегін болады. Мемлекеттің атаулы әлеуметтік көмек көрсетудегі жаңа тәсілдемелерінен күтілетін нәтиже қандай? Жаңа ережелер тағайындалатын көмекті барынша әділ етіп, азаматтарды еңбек етуге ынталандырады және ең басты, мемлекеттік көмек шынымен мұқтаж адамдарға көрсетілетін болады.